Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен истористің охватын қалай көтеру керек жайлы айтамын. Посттан қарағанда истористің охваты көбірек болады. Постта 600-600 болатын болса, қаралым саны, ал истористе 1000-1000-нан асатын болады. Сіз истористіңізді қалай охватын көтеру үшін сіз не істеп жүрсіз? Міне бүгін осы жайлы сіздерге жауап беретін боламын. Истористің охватын көтеру үшін истористегі барлық мүмкіншіліктерді пайдалануыңыз керек. Историске салған кезде жоғар жағында стикер болады. Стикерді бассаңыз, соның ішінде упоминание, опрос, вопрос деген сияқтылар болады. GIF деген сияқтылар. Солардың барлығын пайдалану арқылы историсіңіздің охватын көтере аласыз. Яғни сұрақ жауап қою арқылы. Сонымен қатар Play Market'те историске арналған приложениялар бар, соларды пайдалансаңыз, неше түрлі приложениялар бар, соларды пайдалану арқылы историсіңіздің охватысын көбейте аласыз. Тағы да одан басқа не істеуге болады? Ойын ойнатсаңыз болады. Сізге көбірек лайк басып атқан, комментарий жазып атқан активный оқырмандарыңыздың арасында ойын ойнатсаңыз болады. Яғни мынандай болады ғой, мен сториске жаңағыдай не шығарамын, жаңағыдай күніге бір әріп шығарамын, сторис шығарып отырамын, соның ішінде бір әріп шығарамын, сол әріптерді жинақтап не істеген кезде көлемді бір сөз шығады. Міне соны кім бірінші тауып маған жауабын жіберген кезде мен оған сыйлық беремін деп. Яғни ол сыйлық сізге қатты шығын келтірмейтін, оқырмандарыңызға пайда келтіретін сыйлық болу керек. Мысалға чек-лист сияқты. Бүгін мынаны істе, ертең мынаны істе деген сияқты. Өзіңіздің мамандығыңызға қатысты чек-листтерді жеңімпазға, жеңгендерге деп оқырмандарыңызға тегін берсеңіз болады. Сонымен қатар сұрақ қою арқылы деп айттым. Мысалға сіз жаңа истористегі жаңа мүмкіншіліктерді пайдаландыңыз бір күн. Екінші күні жаңағыдай басқа да бір сұрақтар қою арқылы. Мысалға қандай кітап оқысам болады? Немесе өзіңіздің оқып жүрген кітабыңызды ұсынсаңыз болады, қайсы кітапты оқысам болады деген сияқты. Басқа күндері немесе яғни бұлай істесеңіз болады. Мен дүкенге бүгін барып келдім. Мына көйлекті сатып алдым, киімді сатып алдым. Осы киім маған жараса ма? Сіздердің пікірлеріңіз қалай? Сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді деп деу арқылы сіз оқырмандарыңыздан жаңағыдай жауап ала аласыз. Оқырмандарыңыздан жауап алсаңыз, осылай жауап алу арқылы охватыңызды көбейте аласыз. Сонымен қатар кеңес сұрайсыз оқырмандарыңыздан. Бүгін мынаны істесем қалай болады? Немесе мынаны алсам қалай қарайсыздар деген сияқты кеңестер сұрасаңыз болады. Міне құрметті оқырмандар, осы истористегі барлық мүмкіншіліктерді пайдалансаңыздар, пайдаланбасаңыздар, сіздерге оқырмандарыңыз жауап бермейтін болады. Пайдаланатын болсаңыздар, сіздерге оқырмандарыңыз кері байланыс жасайтын болады. Міне осы истористі сіз бүгіннен бастап, қазірден бастап, истористегі барлық мүмкіншіліктерді пайдалану арқылы өзіңіздің истористің охватыңызды көтеріңіз. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға